Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге құймақтың өте оңай жасалатын рецептісімен бөлісемін. Керекті ингредиенттер: 4 жұмыртқа, 3 шай қасық сұйық май, 4 шай қасық қант, 500 грамм ұн, 500 мл сүт, 500 мл қайнаған су. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз саламыз, үстіне қант қосып, жаймен араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды еліктен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында қайнаған су құямыз. Біздің құймағымыздың қамыры дайын болды. Ал енді құймақ пісіретін табамызды орташа отқа қойып, табамызды майлап аламыз. Қызып тұрған табаға қамырымызды осылай құйып жайып пісіреміз. Қызарған соң екінші бетіне аударып, екінші жағын да қызарғанша пісіреміз.